Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында іш өткенін қалай тоқтатуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіз қандай жағдайда іш өтетінін білесіз бе? Тамақтан не дәрілерден уланғанда, бактерия жұққанда, ішектің қабынуында, ішек жолдарының өспелерінен, тағы да басқа әртүрлі себептерден болады. Ал оның көптеген емделу жолдары бар. Назарыңызға іш өткен кезде дәрі іздемей-ақ үй жағдайында қалай тез тоқтатуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Асқазан тамақты дұрыс қорытпай, іш өткен кезде мына тәсілді қолданып көріңіз. Қойдың сүйегін өртеп, күлін ұнтақтаңыз. Оны қайнаған жылы сумен араластырып, күніне 3 рет ішіңіз. 12 граммнан ішесіз. Емделу ұзақтығы 3-5 күн. Екінші тәсіл, қара қою шайға балды қосып ішсеңіз де іш өткені демде басылады. Үшінші тәсіл, 1 кесе күрішті қайнаған тұзсыз суға қайнатыңыз. Оны тамақтан алдын жеңіз. Емделу ұзақтығы 3-5 күн. Сонымен қатар 1-2 жасар баланың іші өтіп, ешқандай дәрі көмек бермей жатса, жаңа туған 3 жұмыртқаның ақуызын пісекпен сорып алып, түтікшемен тікшікке қарай жіберіңіз. Сол кезде іш өткені сап басылады. Сонымен қатар 3 жасар баланың іші өтіп тоқтамай жатса, 1 кесе күрішті 3 литр суға 20-30 минут қайнатыңыз. Жылытыңыз, тұндырыңыз, сонымен дәрі дайын. Тамақтан алдын жарты кесе беретін болсаңыз, баланың іші 2-3 күн дегенде қояды. Сонымен емдеу ұзақтығы 3-5 күн. Достар, видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.